Ассаламу алейкум, назарларыңызға экономика бағдарламасының кезекті санын ұсынамыз. Эфирде Бауыржан Бақытбекұлы. Бұл жылдың қазақстандық мұнайшылар үшін жөні бөлек. Осыдан тура 120 жыл бұрын қараша айында қазақ жерінен алғаш рет қара алтын өндірілген. Қазір біздің елдегі мұнай-газ саласының 30% Маңғыстау өңіріне тиесілі. Жыл сайын бұл аймақтан 18 миллион тонна мұнай, 3 миллиард текше метр табиғи газ алынады. Айтпақшы, осы Маңғыстау аймағындағы Қаламқас кен орнының ашылғанына биыл 40 жыл толды. Осынау айтулы датаға орай біздің арнаның тілшілері сонда арнайы барып, Қазақстандағы ең ірі мұнай өндіруші компанияның бірі Маңғыстау мұнай-газ басшылығымен кездесті. Бұдан кейін мұнай-газ кәсіпорнындағы жұмыспен етене танысып, даму жоспарларын біліп қайтты. Енді ретмен баяндайық. Маңғыстау мұнай-газ компаниясы ел экономикасын алға сүйреп, мемлекеттік бюджетті бүтіндеп отырған донор кәсіпорынның бірі. Еліміздегі ең ірі салық төлеушілердің үштігіне кіреді. Айталық, өткен жылы қазынаға 371 миллиард 300 миллион теңгеден астам салық аударған. Биылғы 8 айдың өзінде 236 миллиард 900 миллион теңге төледі. Бұл тек республикалық бюджетке төленген салық көлемі. Компанияда 15 кен орнында мұнай мен газ өндіріледі, негізгі өнеркәсіптік нысандары Қаламқас пен Жетібай. Маңғыстау мұнай-газ акционерлік қоғамы сонымен қатар өзіне жүктелген әлеуметтік міндеттемелерге ерекше жауапкершілікпен қарайды. Бұл міндеттемелер 2016 жылғы жұмыс беруші мен кәсіподақ ұйымы арасында жасалған ұжымдық келісімшартта бекітілген. Осы келісімшарт шеңберінде қызметкерлерге бірнеше әлеуметтік қолдау түрлері ұсынылған. Және де бүгінгі таңда олардың барлығы уақытында мен толықтай атқарылып келеді. Кез келген міндетті уақытлы орындау компания берік ұстанатын басты қағида. Биылғы 8 айда Маңғыстау мұнай-газдың мұнайшылары 4 миллион 256 мың тонна қара алтын өндірген. Яғни 4 миллион 246 мың тонна деген жоспарды артығымен орындады. Шамамен 10 мың тоннаға. Кәсіпорын жыл соңына дейін 6 миллион 380 мың тонна мұнай өндіруді межелеп отыр. Бұл міндеттің де мінсіз орындалары сөзсіз. Өйткені мұндағы қызметкерлердің қай-қайсысы да өзінің шеберлері. Біріншіден, бұл кен орнындағы мұнайдың құрамы мен сапасы маңғышлақтың өзге мұнайларынан өзгеше. Айталық, өзендегі қара алтын парафинді, қара жамбастағысы шайырлы болып келеді. Ал Қаламқастағы мұнайдың жабысқақтығы қара жамбастағымен салыстырғанда анағұрлым төмен. Жоғарыда шет жағасын айттық. Қаламқастың ашылғанына биыл 40 жыл. Осы аралықта кен орны ел қазынасын қампайтуға сүбелі үлес қосты. Мәселен, қазір мұнда тәулігіне орташа алғанда 11 мың тонна, ал жылына 4 миллион тонна мұнай өндіріледі. 40 жылда Қаламқастан 158 миллион тонна қара алтын алынған. Мұнайдың сапасы жоғары, оны өндіретін құрылғылары да соңғы үлгідегі. Соның бір участогінде келіп тұрмыз. Тәулігіне жердің астының қабат қысымын ұстау үшін 104,5 кубометр су айдаймыз. Жердің астынан 123 мың үстінде 124 мың суымен мұнай аралас қоспа шығарамыз. Қаламқастың геологиялық қоры 645 миллион тоннадан асады. Ал алынатын қор көлемі 208 миллион 500 мың тонна. Бұл қалыптасқан кен орны. Инфрақұрылымы әлде қашан құрылып, жұмысы жүйелі жолға қойылған. Жаңа кеніштер секілді қомақты қаражат құюды қажет етпейді. Өз секілді бұрыннан жұмыс істеп тұрған кен орындарының дені қазір өндіріс көлемін азайтуға мәжбүр. Бірақ Қаламқас бұл тұрғыда да тұрақтылығымен ерекшеленеді. 40 жылдық тарихы бар кен орындарында мұндай тұрақтылық сирек кездеседі. Бұл жерде біздің операторларымыздың, шеберлер мен Маңғыстау мұнай-газ басшылығының және кен орнындағы өзге де мұнайшылардың ерен еңбегі жатыр. Маңғыстау мұнай-газ заман көшінен қалмауға ұдай көңіл бөліп келеді. Үнемі мұнай өндірудің тың әдіс һәм технологияларын енгізіп отырады. Бірер жыл бұрын мұндағы 2 учаскеде тәжірибелік өнеркәсіптік сынақтар жүргізіле бастады. Сөйтіп кен орнында бұрынғыдай су емес, полимерлік ерітінді айдау жұмыстары қолға алынды.
Қазір бұл әдіс кен орнындағы шығыс және батыс деп аталатын екі аумақта сәтті қолданылып келеді. Бұл жердегі не жаңалық бізде үлкен жоғарғы жиілікте жұмыс жасайтын агрегаттар. Бұрын олардың бәрі тұрып қалып қайта қосылған уақыттарда оны реттейтін қондырғы болған жоқ. Былтыр осында жаңағыдай қондырғы орнатылды. Жаңаның қосылған уақытта біртіндеп қосылатын. Ол біртіндеп қосылу арқылы тоққа, андай механикалық сынбауға жаңағыдай қондырғыны сақтандыруға, жаңағы қондырғының тез істен шықпауына жаңағы қондырғының көп пайдасы бар. Қаламқас сонау 1979 жылы ашылған. Содан бері кен орны ұдайы дамып жетіліп келеді. Өзгермеген бір ғана дүние бар. Ол қызметкерлердің кәсіби шеберлігі. Мұндағы алғашқы 100 миллион тонна мұнай осыдан 14 жыл бұрын өндірілген. Бүгін осында арнайы келіп алып кен орнын, мұндағы жатақхананы, асхананы, бір сөзбен айтқанда жұмысшыларға жасалған жақсы жағдайды көріп тұрмыз. Ал мұнда мен жұмыс істеуге келген 1985 жылдары барлығы басқаша еді. 500 ұңғыма қазылған. Жылдық өндіріс 5,5 миллион тонна болатын. Мұнайшылар құрастырмалы шағын үйшіктерде тұратын. Жазда бұл жерде күн 45 градусқа дейін ысиды. Сондай кезде жаңағы панамыз да ерекше ысып кететін. Қысты күні керісінше азынап тұрушы еді. Жұмысшылар сонда ұйықтайды. Сол жерде арнайы киімдерін кептіреді. Жұмысқа да сол жерден баратын. Зимой был холодно. Рас, қазіргі жағдай мүлдем басқа. Компания жұмысшылардың барынша қолайлы жағдайда жұмыс істеуіне күш салып жүр. Бұл әрбірден соң еңбек өнімділігіне де тікелей әсер етеді. Мұнда вахталы қызметкерлер үшін жатақханалар салынған, аумағы ат шаптырым жеке спорттық кешені, соңғы стандарттармен салынған ашық футбол алаңқайы бар. Жастар жағы тынығып, әңгіме дүкен құратын арнайы орындар да жасақталған. Қуантарлығы басшылық тек өз қызметкерлеріне емес, мұқым аймақ жұртына қамқорлық, қолдау көрсетуге басымдық беріп келеді. Әрине, Маңғыстаумұнайгаз біздің өңірімізде, біздің Маңғыстау облысында ерекше орын алады. Себебі Маңғыстаумұнайгазда қазір 10 мыңнан астам адамдары жұмыс жасайды. Олардың әрқайсысының семья отбасы бар. Сондықтан да енді Маңғыстаумұнайгаздың бұл жаңағы жұмыспенен қамтамасыз етуде бізде облыста бір ерекше өзінің үлесі бар. Маңғыстаудағы бұл кен орнының ашылуы аймақ тарихындағы ең маңызды кезеңнің бірі болды. Бүгінде осы мұнайгаз саласынан түскен салықтың облыс бюджетіндегі үлесі өте үлкен. Жалпы бұл компания облыстағы барлық саланың дамуына мультипликативті әсер етіп отыр. Кәсіпорын басшылығы әуел бастан жергілікті үлесті. Соның ішінде маңғыстаулық мамандардың қатарын арттыруға үлкен көңіл бөліп келеді. Ертеңгі салынып жатырған үлкен ғимараттардың Маңғыстаумұнайгаздың үлкен үлесі бар. Тек қана Қаламқас емес, мынау Жетібай кен орны бар. Осы жердегі жаңағы елдің ішіндегі мына асфальт жолдар, сумен қамту, газбен қамту, осы бағытта да Маңғыстаумұнайгаздың қосып отырған үлесі ерекше. Айта кетейік, былтырда мұнай өндіруге қатысты жоспар артығымен орындалды. Айталық, жылдық меже 6 миллион 350 мың тонна болса, өндірілген қара алтын көлемі 6 миллион 374 мың тонна. Соның 3 миллион 975 мың тоннасы Қаламқас мұнайгазға, тағы 2 миллион 399 мыңы Жетібай мұнайгазға тиесілі. Яғни компания жыл орайында 24 мың тонна шикізатты артығымен өндірген. Жалпы Маңғыстаумұнайгаз соңғы 10 жылда мұнай өндірісін тек ұлғайтып келеді. Қазір ел ішіндегі мұнай өндіруші компаниялар жаппай жаңа технологияларға икемделіп жатыр. Бүгінде интеллектуалды кен орны деген терминмен ешкімді де таңғалдыра алмайсыз. Смарт жүйелер мұнай өндіру кезіндегі бас артық шығындарды жойып, ескі кен орындарының тамырына қан жүгіртеді. Өндірісті басқару жүйесі жаңарады, шапшаңдық артып, энерготиімділік жоғарылайды. Сосын жұмыс автоматтандырылған соң мамандарға артылған жүк жеңілдей түседі. Бәлкім бір оқпен бірнеше қоянды ату деп осындайда айту керек шығар. Тың технологиялардың тағы бір пайдасы бар. Олар өндірістегі апатты жағдайлардың алдын алады. Бұл экологияға төнетін қауіп азаяды деген сөз. Маңғыстаумұнайгаз осы айтылғандарды ескере отырып, 2023 жылға дейін Асар, Жетібай және Қаламқаста интеллектуалды кен орны жобасының 4 кезеңін жүзеге асырмақшы. Эфирде экономика бағдарламасы болды. Бүгінгі айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.